яғни егерде 2 реттік сауыдан 3 реттік сауыға ауысатын болсаңыз, міндетті түрде әрине сіздің сүт алу мөлшеріңіз көбейеді. Бірақ көбейеді 12-14%-ға шамамен. Біздерде оны талай эксперимент ретінде жасап көрдік. Бірақ екінші бір мәселе бар, ол қаншалықты тиімді деген. Сіз қанша ешкі сауып жатсыз, сіз 3 рет саууға жағдайың жете ме? Сол 12% сүтке бола сіз оны жайылымнан алып, ол ешкілердің бәрін жайылымнан алып келіп, олардың бәрін сауып, жаңағы сүтін қайтадан, ыдысын қайтадан жуып, оның жұмысшылары бар, нелер бар, бәрі сол еңбегіңізге, сол 12% сүт еңбегіңізге тати ма, татымай ма деген сұрақ, ол бөлек қарастырылуы керек деп ойлаймын. Біз жалпы 2 рет сауамыз, бірақ 3 рет саусақ біз сүтімізді 12-14%-ға көбейте алатынымызды мен анық сенімдіміз, оны жасап та көргенбіз. Оны бірақ әр шаруашылықтың